Ассалаумағалейкум достар, біз араға бір ай салып YouTube арнасына қайтадан оралдық. Біз бүгін жаңа проект бастап жатырмыз. Бір адамға менторский потокты нольдан бастап үйретіп, результатқа шығарамыз. Біздің негізгі менторский потогымыз 800 000 теңге тұрады. Бұл жігіт бізде менторский потокты ұтып алды. Есімі Сұлтан, өзің жайлы кішігірім айта кетсең. Есімім Сұлтан, жасым 20-да. Товаркамен айналысқам осыдан алдын Instagram арқылы аяқ киім нишасы. Қазір просто сезон біткеннен кейін уже басқа салаларда көру керек болды. Бұған дейін бұл жігіт негізі менен Вайлверсті оққан, бірақ почему-то айналыспадың сен менен? Ол кезде Вайлверстің маңыздылығын түсінбей, басқа жұмыстармен жүрген. Енді Озонға қайтадан оралыпты, бұйыртқанға бұйырсын деп біз айтқан болатынбыз. Енді осы жігітке бұйыртты. Енді бүгін бізде план, мен ниша таңдап берем. Аккаунт ашылмаған. Жоқ, ашылмаған. Аккаунт ашамыз, фотосессия жасаймыз, товар таңдап, аяқ киім тоже сатып көреміз. Онда салу керек обязательно. Мен бір ниша таңдаймын, өзінің нишасымен, екі нишамен біз бұйыртса бірінші ФБС-пен айналысатын боламыз. Потом өтуіне байланысты анализ жасап, уже келесі айда немесе жақсы өтіп жатса, осы аптада біз уже ФБО-ға жіберетін боламыз. Енді біз қазір регистрациядан бастайық. Кеттік. Так, біздің бірінші жасайтын әрекетіміз, біз қазір ETSP ключ ашамыз, аккаунт ашамыз, магазин ашамыз. В основном негізі көп адамдарда 10 күннің ішінде келеді документ оферта деген бар. Бізде бір фишка бар күшті. Көп адамдарға мен 5 минутта алып бере аламын. Ол 80% адамдар жұмыс жасайды, 20% болмай қалады. Қазір енді ETSP ключ ашып, магазин ашатын боламыз. Біз уже регистрациямызды бастадық. Қазір IP-ның уведомление деген документтерін алып дайындап қойдық. Мерден қарасаңыздар. Сұлтан деген жігіттікі. IP-ның категориясы, IP-ның атауы. Және мына жерде IP-да қазақ шәріптері болмау керек. Қазақ шәріптері болса өкінішке орай қабылдамай қояды бізде. Регистрацияға данныйларымыз толтырдық. Енді магазинге ат қою керек бізге. Қандай ат қоямыз? Менің ойымша магазинге Керс деп қояйық. Өйткені менде алдыңғы бизнесте кроссовкада компанияның аты солай болды. Керс деген прям Былай жазылады ғой? Керс. Инстаграмнан қарап көріңіздер магазинында. Аяқ киім бар, заказ берсеңіздер де болады. Аяқты түсіріп қойсаң болады. Мына біз Озонға тіркелдік, енді документтерімізді жүктейміз. Мына жерде информация компаниядан бастап, реквизитті, жаңа IP-ның документтерін бәрін толтырып шығуымыз керек. Документ дегенге біз жаңа алып дайындап қойдық. Сұлтан деп. Енді қазір счеттарымыз жазамыз. Счетыңды аша бер. Біз өзіміздің данныйларымызды толтырып болғаннан кейін, мынақты түсірсең болады. Данныйларымыз толтырып болғаннан кейін, жерде отправить на проверку деген бар, осыны басамыз. Біздің документтеріміз уже проверкаға кетті. Енді сіздер офертаны сразу алу үшін, мынақты техподдержкаға кіреміз да, біз создать заявку деген басамыз. Осы жерден вопрос по договору дегенге кіреміз да. Біз оферта жібердік деп жазамыз. Біз былайнан сообщение жаздық. Добрый день, уважаемый Озон. Я новый селлер. Документтерімді жібердім деген сияқты. С уважением, магазин Керс деп отправить етеміз. Отправить еткеннен кейін 2-3 минуттың ішінде бізге оферта деген документ келу керек. Бұл көп жағдайда осылай жұмыс жасайды. Инада енді өкінішке орай істемей қалады. Регистрация жасап атсаңдар, техподдержкаға жазып көріңіздер. Бізде айттым, сразу бізде оферта деген документ келді. Бір минут өткенде жоқ даже. Принят офертуды басамыз да. Біз уже товар сала берсек болады. Мерде қазір ФБС, ФБО деген жоқ. Обновить етем, сразу екеу шығады. Сұлтан, бағың бар екен, сразу сан документ келді. Шүкір. Мерге міне ФБО, ФБС деген шықты. Біз енді товар сала берсек болады. Енді қазір базарға барамыз. Базарға барайық. Өзіңнің кроссовкаларының суреттерін бәрін реттеп алайық. Поставщик табайық.
И сумка женский да қосайық обязательно, өйткені ол нағыз өтетін. Біз соны ойлап отырмық. Мужской барсеткалардан қарағанда женскийлар көптеу негізі выбор. Потом көп кісілер негізі әйел кісілер отырады Озонда. Озонда сразу неге барайық? Уақыт жоғалтпай базарға барып, уже қазір поставщиктармен қалай сөйлесеміз, соны көретін боласыздар. Күтіңіздер. Так, біздің уже регистрациямызға одобрение келді. Енді біз екі нишаға кіреміз деп айтқан болатынбыз видеоның басында. Біріншісі бізде кроссовка өзінде бар. Суреттері барлығы бар ма? Барлығы бар. Екінші жағы, поставщик жағы барлығы ол жерде реттелген. Уже өз сатып жүрген товар болғандықтан ол жерде бізде проблема жоқ. Екінші нишамыз бізде сумка. Біз негізі айтушы едік, женский сумкада возврат көп деп, бірақ біздің екінші нишамыз бізде женский сумка мен барсетка. Қазір барсетканың сезоны, женский сумкалардың біз ең хороший качестволарын табатын боламыз. Ол жерде коробка, упаковка барлығын қарап, поставщиктар тауып, бүгінгі план бізде товарды тауып суретке түсіру ғой. Кеттік оны басайық. Бізге қазір ходовой трендта болып жатқан сумкалар керек женскийдан. Бәрі трендта ғой бізде. Мысалы мен женский сумкаларды білмеймін. Әйел кісілері қандай қызғады. Жылтыраққа ма, или наоборот простой болған ба деген сияқты да. Сумкаларынан коробкасы қайсысы жақсы дегендер маған. Солардан 10 штук таңдап берсеңіз. Солармен фотосессиясын жасап, платформаға салып. Еще мысалы, Бірақ сіздер бағасы қандай керек? Бағасы маңызды емес. иә. Қымбат болса да, арзан болса да, бізге главный качество. Еще мысалы ертең ол заказ түседі ғой, сол кезде ол жоқ болып қалмайтындай ше, андай. Количествосы бар товарды ғана көрсетіп тұрсыз ба? Мынандай ма? Мына товар сізде бітіп қала ма? Мен осы жақтан таба аламын оны. Иә, сол жағы да бар да, біз просто. Иә, негізі кейбіреуін табасыз, кейбіреуін таппайсыз. Кейбіреуін таппайсыз дегендерді онда Керек емес. списокқа ілмей ақ қойыңыз. Мінекей, барлығы осындай Документ, сертификатымен сертификатымен, Мінекей, Бар негізі өзім де қызығып кеттім ғой бұны. Мысалға. Иә. Ең ходовой модельдер бізде қазір осылар. Әркімнің вкусы енді әрқалай, бірақ та көбісі сапалы, брендтік товар алғысы келеді. Сондықтан біз көбісіне ұсынатын товарымыз осы фендилар. Бұның подаркаға берсеңіз де, біреуге сыйласаңыз да, өзіңізге алсаңыз да коробкасымен так положено. Ұялмай бересіз дейсіз ба подаркаға? Длинный ремені болады ішінде. Бұлардың бағасы қаншадан? Бұлардың Беретін бағасы. Оптовый бағасы керек. оптовый бағасы бұлардікі 14.500-ден болады. Бұл негізі оригиналмен салыстырғанда отличие қатты бар ма? Негізі один в один ғой. Люкс копия. Иә, люкс копиялар. Так, енді қараңыздар, бізге келіп жатқан новинка товарлар, олар мінекей Dolce & Gabbana. Мына ең күшті товарлар, қараңыздар. Ішінің бәрі мынандай тигровый материал. Бүкіл несі қапталады, бәрі өте астары жақсы тігілген. Көрдіңіздер ма? Длинный ремешогы бар. Қараңыздар, люкстарда мынандай аттары, брендтік аты, мынандай нелерінің өзін жазып. Қазір детальға да мән берген дейсіз. Мынау бізде ең ходовой, осы биылғы хит деп айтсам болады. Бұның бізде 8 расцветкасы болған. Қазір екеуі ғана қалды, көріп отырсыздар. Бұл уже бітіп, біз қазір уже новый завоз енді келе жатыр Қытайдан. Бұның барлығы Қытайдікі фабричный. Барлығы брендовый. Осы сумканы бізде ақ цветін, особенно жаңағы Wildberries Каспий деген осы цветін ходовой алады. Бұл бізде уже бұйырса бір аптада келеді. Мынау да 7 мыңнан. Бұны енді қараңыз, конкуренттер сізден 7 мыңнан алады да, Wildberries'те қаншадан сатып жатыр? Wildberries'те мысалы оны 15 мыңнан, 20 мыңнан, 30 мыңнан әркім өзінің қойған бағасы сатып жатыр. 100-ден жоғары сатқанда бар ма? Оригинал деп. Оригинал люкс деп сатқан енді арасында болды. Қуанып енді алып кеткендер, үлкенірек размердегі сумканы. Но оны көбінесе бізде именно Michael Kors'тан ғана сатты. Шоппер түрлері болады ғой соны. Енді ары қарай оның не болғанын білмедім, соған сөйлеспедім. Сізге де қызық дейсіз ба? Иә, маған да қызық. Клиент алдым. Онда болды, сіздің енді тауық сойса да қасапшы сойсын еді, сіздің вкусыңызға сеніп 10 түрін, 15 түрін жинап берсеңіз, алып кетейін, ақшасын төлеп. Сенші? Онда тағы бір сұрақ. Қараңыз, мысалы, біз сумканы алдық, Fendi мысалы. Осыдан 2 заказ түсті. Осыдан 2 алу керек болды бір күнде. И сіз 2-ін бере аласыз, оптым бағада. Енді жалпы Біз постоянный клиентіңіз боламыз. Иә. Енді сіздер серіктес болып бізбен жұмыс жасайтын болсаңыздар